Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Бұл видеода сіздер инсульттің түрлері, инсульт алған адамның қаз жағдайы қандай болады, инсульттің себептері және емдеу жолдары туралы толығырақ ақпарат алатын боласыздар. Инсульт немесе жедел инсульт кез келген адамда болуы мүмкін. Өкінішке қарай күніне 100-ден астам инсульт жағдайы тіркеліп, олардың көпшілігі адамдардың өмірін жалмап жатады. Ал тірі қалғандардың тек 8% ғана салыстырмалы түрде толық қалпына келеді. Қалған 82% мүгедек күйде қалады. Науқастардың 1/3 инсульттан кейін күйзеліске ұшырайды. Инсульт деген қандай ауру, оның алдын алу шаралары және алғашқы белгілері туралы толығырақ баяндай кетейін. Инсульт дегеніміз бұл ми қан айналымының жіті бұзылуы. Инсультті ишемиялық және геморрагиялық инсульт деп бөлінеді. Ишемиялық инсульттің негізінде жеткізу тамырларының бірі арқылы миға қан ағымының күрт тоқтауы жатыр. Оның себебі қан ағымының саңылауын бітеп тастайтын тромб болуы мүмкін. Геморрагиялық инсульт бас ми тамырының жарылуы салдарынан пайда болады. Бас сүйек кеңістігінде қан ағып тіндерге таралады және миды қысады. Ешкім де инсульттан сақтандырылмаған. Бұл аурудың көпшілігі 55 жастан асқан адамдарда кездеседі. Ауру күтпеген жерден басталады және оны болдырмау мүмкін емес деген пікір кең таралған. Бірақ іс жүзінде олай емес. 80% жағдайда инсультті болдырмауға болады екен. Инсульттің даму факторлары. Инсульттің алдын алу адамның салауатты өмір сүруге ұмтылысының маңызды бөлігі болып табылады. Инсульт пайда болу қаупінің факторлары. Қысымның айтарлықтай төмендеуі бар тұрақсыз гипертония. Жүрек ырғағы бұзылуының бірі ретінде жүрекшелердің фибрилляциясы. Қант диабеті, темекі түтінін жұту, белсенді немесе пассивті темекі шегетін адамдарда. Алкогольді тұтыну, тәулігіне 50 грамм ащы алкоголь, 200 грамм шарап немесе жарты литр сыра. Абдоминальды семіздік, әйелдерде бел көлемі 88 см немесе ерлерде 102 см жоғары болуы. Тәулігіне 5 граммнан артық тұз тұтыну. Жиі күйзеліс және психологиялық эмоционалды шамадан тыс жүктеме. Егер адам өмірінде осы аталған белгілердің кем дегенде біреуі бар болса, онда инсульттің алдын алу туралы дәл қазірден ойлану керек. Инсульттің диагностикасы. Әдетте инсульттің алғашқы белгілерін науқастың айналасындағы адамдар байқайды. Алғашқы минуттарда қауіпті жағдайда күдіктеніп, дереу жедел жәрдем шақырып, алғашқы көмекті бастау керек. Ауру басталғаннан кейін алғашқы 4,5 сағатта адамды мүгедектіктен құтқаруға болады екен. Геморрагиялық инсульттің алғашқы белгілеріне мыналар жатады. Өте қатты бас ауруы, құсуы мүмкін, сананың жоғалуы, тырыспалар, көз қарашығының бір жағынан кеңеюі, сөйлеудің бұзылуы, аяқ-қолдардың салдануы, есте сақтау қабілетінің жоғалуы, кеңістік пен уақытқа қатысты адамның санасын ойын жоғалтуы. Ишемиялық инсульттің алғашқы белгілері. Әдетте бұл белгілер алғашында тым елеусіз болады, бірақ өте қауіпті. Бұлшықет тырысуы, мысалы аяқты бөгуге немесе иекті кеудеге тіреуге мүмкіндік бермейді. Ыстықтау сезімі, шамадан тыс терлеу, жүрек соғуының күшеюі, әлсіздік, мидың зақымдалған аймағымен басқаратын органдардың қызметінің бұзылуы, қолдың немесе аяқтың өтпелі әлсіздігі, түсініксіз сөйлеу, бір көздің уақытша көрмей қалуы. Мамандар адамда инсульт бар жоғын анықтау үшін мынандай жеңілдетілген тест жүргізуге кеңес береді. Адамнан жымиюды сұраңыз. Оның жымиюы асимметриялық сипатта болады. Адамнан өзінің аты жөнін айтуды сұраңыз. Науқастың тілі күрмеліп, сөзі түсініксіз болады. Адамнан қолдарын жоғары көтеруді сұраңыз. Бір қолы көтерілмейді, ішінара немесе толықтай. Айта кету керек, жедел жәрдем келген кезде жоғарыда аталған симптомдардың бір бөлігі немесе барлығы уақытша жоғалып кетуі, ал адам өзін толық сау сезінуі мүмкін. Бірақ ауруханаға жатқызудан бас тарту көп ұзамай ретке келтірілмейтіндей ауыр салдарға әкелуі мүмкін. Өйткені ол проблемалар келесі күні қайта басталуы ықтимал. Науқас жартылай сау, тұрақтылы соқырлық немесе сөйлеу қабілеті бұзылған күйде оянады. Мұның барлығы адамның уақыт жоғалтуының салдары болады. Сондықтан инсульттің пайда болуына қатысты кез келген күдік болса, міндетті түрде адамды ауруханаға жатқызу қажет. Инсульт кезінде көрсетілетін алғашқы көмек. Адамның инсульт алу қаупі туралы хабарлағаннан кейін медициналық көмекті күту кезінде алғашқы көмек көрсетудің маңызы өте зор. Оларға мыналар жатады. Науқасты жатқызу, оған таза ауа жұтуға мүмкіндік беріп, киімдерін шешу. Бар болған жағдайда тіс протездерін алып тастау. Адамды жалғыз қалдырмай, әр 5 минут сайын қан қысымын өлшеп отыру. Жүрек айнуының алғашқы белгілері пайда болған кезде басын бір жағынан бұру. Құсықтың тыныс алу жолдарына кіруіне және тілдің түсіп кетуіне жол бермеу үшін құсықты алып тастау.
жедел жәрдем мамандарына барлығын баяндау. Инсультті емдеу. Науқастар мен олардың отбасылары кез келген инсульттан айығу ауруханадан шығумен аяқталмайтын ұзақ мерзімді қолайсыздық пен қиын жағдай екенін білуі керек. Науқастың күнделікті өміріне міндетті процедураларды енгізу және оның жоғалған функцияларын тезірек қалпына келтіріп қоймай, сонымен қатар қайталанатын инсульттің алдын алуға көмектесетінін ұмытпау керек. Инсульттан кейін адамды дұрыс оңалту үшін бірқатар шараларды орындау қажет. Олардың ішіне мына процедуралар бар. Қол мен аяққа жеңіл массаж. Науқасты қозғалу белсенділігін қалпына келтіруге көмектесетін жеңіл жаттығулар. Қол саусақтарының ұсақ моторикасын дамытуға арналған арнайы жаттығулар. Судағы массаж. Бұлшықет тартылысын ынталандыратын судағы процедуралар. Науқасты оңалтуға бағытталған барлық медициналық процедураны сауатты орындау адамның тәуелсіз өмірге қайта оралуына келеді. Әдетте оңалту кезеңі шамамен 3 жылға созылады. Жыл сайын Қазақстанда 40 мың адам инсультке шалдығады. Алғашқы 10 күнінде 5 мың адам қайтыс болады. Инсультке шалдыққан әрбір 3-ші емделуші күтімі бойынша бөгде адамның көмегіне мұқтаж болады. Әрбір 5-ші емделуші өздігінен жүре алмайды. Инсульттан кейін аман қалған әрбір 5-ші емделуші өз денсаулығын қалпына келтіріп, қалыпты өмірге оралады. Инсульттың алдын алу. Өз артериялық қысымыңызды бақылап отырыңыз. Қандағы холестерин мен глюкозаның деңгейін қадағалаңыз. Темекі тарту мен ішімдікке жоқ деңіз. Тамақтану рационында тұздың, май мен қанттың қолдануын шектеңіз. Көбірек серуендеп қозғалыңыз. Өзіңізге және жақындарыңызға көмектесіңіз. Видеода айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.